Бәріне сәлем. Панкейки пісіру үшін ұн мен қопсытқышты араластырып аламыз. Жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ертілген сары май мен сүтті қосамыз да тағы араластырамыз. Ұнымызды аз-аздап қосып араластырамыз. Мен осындай диспансерге құйып алдым. Пісіргенге өте ыңғайлы. Бұл затсыз қасықпен де пісіре беруге болады. Орташа отта қызып тұрған табамызға екі жағынан пісіріп аламыз. Панкейки дайын болды. Осылай жұп-жұмсақ үлпілдек болып пісіп шығады. Астарыңыз дәмді болсын.